сәлем, бұл күнде лайк подкасты. Нәубеттегі сан, бүгінгі мейман Дүния жүзлік психологлар ассоциациясы ағзасы, амелиятшы психолог Мұхаббат Душекенова. Хош келіпсіз. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ажапа, біздің ұсынысымызды яқтеместен келгеніңіз үшін әулем бар рахмет. Қазіргі күнде сол психология тарауы жәмиетімізде кең рауажланып жатырған салалардың бірі. Сол тарауда сіздің жұмысыңызда сізге көп келетұғын беймарлар деп айтсақ тура бола ма? Себебі психологтың өзі бір доктор, инсан организміндегі, инсан кеуіліндегі сол ішкі дүниясының қандай да бір кеуіл деген ноқатларын емлейтұғын доктор. Сізге сол беймарларыңыз ең көп қандай себеплерменен барады? Ассалаумалейкум және мәрте. Енді сіз ең жақсы сұрауды бердіңіз деп ойлаймын, себебі бұл һәмеде сұрау туылатын сұраулардың бірі де. Өздері ойлайды, кімлер барады өзі психологқа. Білесіз, бұнан 5-6 жыл бұрын психологқа барасаң десе, ойбай, мен бұндайға психологқа мұқтаж емеспін, менің психолог емлейтін дәрежеде емеспін деп ойлайды ғой еді. Негізінде психолог деген уақытта бұл қандай инсан? Тура айттыңыз, ол да врач деп. Врач, мысалы үшін, біздердің жүректерімізді, қолдарымызды, көздерімізді көріп берсе, ал психолог болса именно инсанның кеуілін, яғни кеуілімізде болып жатырған жағдайларды емлейді, яғни өмірге көз қарас. Себебі бізде балалықтан басылап һәме өзімізге кереклі мағлұматларды алып болған боламыз да өмір хақында. Сол біздердің өмір бойы біздерге ол жол көрсетуші болады. Сондықтан да қазіргі уақытта көп келіп отырған мысалдар бұл именно ажырасу дәуірінде тұрғанлар, өзлігін жойтып алған хаял қызлардан тысқары еркеклер келіп отырған болып отырды қазіргі уақытта. Одан кейін балалықта алған көп жарақатлары болады. Сол бойынша келіп отырғанлар бар. Қазіргі уақытта сол әрбір сезімді ішіне жұтып болып, әртүрлі кеселіктер арттырған инсандар келеді. Және де қосымша рауажлану үшін. Яғни бұл өмірде мен жасап болдым, ұсындай қиналып, басқа жағдайлармен, енді мен өзгеретін уақытым келген шығар. Соған бір жол көрсетуші маған бір инсан керек деп маған келеді. Ұстаз ретінде сол жол көрсетуші болып берін деп. Әлбетте енді ол инсан өзі қалеп тұрғаннан кейін біздер қолымыздан келгенше сондай білімлерімізбен бөлісуге харекет етеміз. Әлбетте, рахмет. Ең бірінші айтқан себебіңіз ажырым. Қазіргі күнде көп додалануларға себеп болып отырған жағдай. Статистикалық мағлұматларға көре 49 мыңнан аслам республикамызда 2023 жылғы статистикалық мағлұматларға көре 49 мыңнан аслам шаңарақ ажырасқан екен. Енді бұл ажырасулардың ең басылы себебі, яқы ең көп ұшырайтұғын себеп неде? Дұрыс сұрау берілді. Енді қазіргі уақытта арастанда көп жағдайлар болып жатырыпты. Мысалы үшін бір жағдайларда өмірлік жолдасының біреу, яғни хаялы келіп, мен ажырасуды қаламаймын деп келіп тұрса, екінші жағдайда өмірлік жолдасы, яғни күйеуі, ажырасуды қаламай отырған болады. Бірақ екінші жұбы ажырасуды қалайды. Енді бұларға әртүрлі себеплер болады. Содан бір-екеуін келтіремін. Себебі ол әрбір себепті біз көріп шығатын болсақ, олым айтқанда көп білімлерді беруіміз керек болады. Бұл туралы көп мағлұматлар көп та. Ең көп себеплердің бірі қазіргі уақытта білесіздер, бізде заман рауажланған заманбыз. Интернет бар, басқа да затлар бар. И қазір тұрмыс құрғаннан баслап біздердің ой пікірімше идеальный семья жаралады деп ойлайды. Бірден, мысалы үшін тұрмысқа шықты, мысалы үйленді, сразу хамизат зор болып кетті, мынадан кейін мынау ісленіп кете береді деп та, бірақ ешкім бұл өмірге келген уақытта біліп туылған жоқ. Бұл да біздер үшін сабақ. Яғни өміріміздің сабақлары болып есептелінеді. Бұл өмір сабақлары хақында ешкім мағлұмат бермейді. Тек қана өзінің өмірінен алып береді. Әркімнің өмірінен алынған сабақларды өздеріне өзлестіріп, сол сабақларыменен сол тұрмысқа шығады. Мысалы ретінде айтсам, мынандай жағдай болады. Көп қызлар келеді, менің күйеуім, мен мысалы үшін
ұрады дейді, я болмаса ішкен болады, көп ішушілікке берілген дейді да. Сол біздердің өздеріміздің сабақ барысында анықтап қарасақ, оның балалығына тақалады. Яғни балалығында ең бірінші көрген инсанымыз кім болады? Біздердің еркектен. Бұл біздердің әкеміз болады. Демек, әкесіндегі болған оның қорқуы әкесіне. Яғни ішпесін деген ой пікірлері, хамде оған деген ашулары, онда сол еркек хақындағы образды жаратып береді. Яғни еркек қандай деген уақытта көз алдына тек сол еркек келеді болады. Сондықтан да ол ойлайды, өмірде тек қана осындай еркеклер бар деп. Хамде соларға ашуланып, соларды болдыртпауға харекетленіп, har күн ойларында ойлай бергенменен, қарасаңыз өмірлік жолдасы да сол образда жүрген болады. Мысалы ретінде айтып отырмын. Хам олар ойлайды, болды, енді менің маңнайыма осындай өмірлік жолдас тауылды, болды, енді мен ажырасамын, мен мамамдай болуды қалемеймін деп тырысады. Қарасаңыз, наоборот, сол мамасының өмірін қайталап берген болады. Яғни біздерде оны психологияда карма деп айтылады. Яғни қайталанушы тағдыр деген мәністі білдіреді. Қалай ойлайсыз, мәселен, тек қана балалығындағы сол травмалар деп жатырсыз ғой. Сол бір нәрселер тәсір етеді ма, яки қазіргі күнде көп шаңырақларда күзетіліп жатырған репродуктив шаңырақ құру. Яғни уақытың келді, қызым сен тұрмысқа шығуың керек, уақытың келді, сен үйленуің керек. Ата-ананың яки жеңгелердің тауған сол қызы баласымен шаңырақ көтеру. Ал ортадағы бір-бірімен келісу, бір-біріне болған ітібар, мұхаббат жоқ. Кейін уақыттың өтуіменен сол мехірдің бір-біріне болған ітібардың жоқлығы репродуктив тәрізде тек қана нәсіл қалдыру мақсатында құрылған шаңырақ осындай келіспеушіліктер нәтижесінде ажырасып жатыр ма? Қараң, мен сізге көрсетіп отырған мысаллардың бірі еді. Бұл да кіреді, сіздің айтқан мысалыңызда оғанда уже қосылсам болады. Осы жағдайлардан келіп шығып, хайыл адамда не басланады? Мысалы шында ол уже сондай тағдыр тәкрарланып жатыр, қорқу оның күшейіп кетті, һәм сол жағдайдан қашу үшін ең бірінші шешім ажырам деп ойлайды. Бірақ та егерде сол хайыл өзімен жұмсалып барса, яғни сол балалығында пікірлерін қайтадан өзгертіп, бірінші әкесіне дейміз ғой, көзқарасы өзгерген уақытта оның өзінің өмірлік жолдасына да көзқарасы өзгеріп баслайды. Негізінде психологлар сол жұмыстарды алып барады. Сіздің айтып отырған жағдайыңыз болса, мысалы үшін біздер көбінесе ойлаймыз, міне маслихат береміз ғой өзіміз өмірлерімізден. Сол үшін мен айтамын да, жеңгелерімізге, басқаларға да әркім өзінің тағдыр жолынан үйретеді да, һәм біздер таярланамыз. Мысалы үшін көп сөз пайдаланады, аз айтсам аналарымыз айтатын сөз. Менен жаманға или тұрмысқа шығасаң, соған қызметін қыласаң, сен сол үйге қызмет қылу үшін барасаң. Жеңгелеріміз үйретеді, ол үйге барғаннан кейін сен көп қиыншылық көресің, сенің өмірің бірден мазалы болмайды деген пікірлермен, әлбетте сол пікірмен қызлар кіріп барады. Яғни біріншіден не пайда болады? Қорқу пайда болады ол қызда. Һәм өмірін әр күні сол образлармен келтіріп жүріп, сол өмірді өзіне не алады, тартып алады. Ең дәслепкі ракурс дейміз ғой, хаял адамға түседі. Не үшін еркек адамды өзгертуге харекет етпейді ата-аналар да, аналардың да көп меніңше қателігі ма, яки сол ескі дәуірден қалып қойған бір ұғым ба, мен түсінбеймін. Ең бірінші сол ітібар хаял адамға. Да. Қараң, өзі табиғат низамлары болады ғой. Сол табиғат низамында сол хайыл адамға энергия беріледі екен да. Не үшін ата-бабаларымыз бұрыннан айтып келе тұрыпты, хайыл адам үйдің несі, ұйытқысы. Еркек адамның рауажлану хайыл адамға байланысты деп та, еркекті ер қылатыным, жер қылатыным хайыл дейді ғой, енді көбінесе. Бұл затларым құрдан құр айтылмаған екен да. Қарап тұрсақ, психологияны үйренсек, еркек адамға энергия берілмейді екен да. Хайыл адамға энергия беріледі екен. Мысалы үшін, еркеклерге қарасаңыз, реалист болады. Хамезатқа көз қарасы қатымғыдай. Мен мысалы үшін сізге гүл подарить етсін біреу, сауға айтсын, сіз вау деп эмоцияға беріліп кетесіз, дұрыс па? Сол үшін хайыл қызлар эмоциональный болады. Энергия хамезаттан ала алатын дәрежеде болады. Еркек адамға вазипа беріледі, тек хайыл адамнан аласың деп. Енді қараң, көп адамдар ойлайды, тек қана өмірлік жолдасы деп та. Негізінде бұл жерде үлкен рөлді ойнайтын, негізінде хайыл адам бұл анасы болып есептелінеді да.
түсінікті ма? И вот соның үшін анасы үлкен рөлді алып береді. Енді сіз ойлап жатырсыз, мысалы үшін не үшін үйге мысалы үшін әйел адам мынандай қылу керек, неге еркек адам сонда мойнына алмайды ма деп та. Бұл жерде уже ананың рөлі үлкен болып басылайды да. Ана балалығынан үйретіп басласа, ананың әрбір сөзі балаға шахматтың тасындай болып жетіп бару керек негізінде. Мысалы қазіргі уақытта көп аналарымыз бар, мысалы үшін ата-аналар деп айтайық, аналар деп айта бермей ақ қояйын, балаларына материальный жақтан мехр беріп жатырған болады. Мысалы машина, телефон, ақша, репетитор, анаяққа апарады, мынаяққа апарады, фастфуд алдырып береді, хот-дог жедірттім, анау қылдым, анаяққа апарым, мынаяққа апарым дейді да. Бірақ ең бастысы қалып бара жатырған болады. Себебі біздер рауажланған уақытта біздер осы өмірге көз қарасымыз қандай, мысалы үшін мехр мұхаббат деген затларымыз бар, мысалы үшін біреуге жәрдем беру сезімі, тұйғу дейді, ватан тұйғысы қаяқтан келіп шығады. Егерде біздер өздеріміз үйден мехрді басылаған уақытта. Бізде мехр беруді ұмытып қойып жатырмыз балаларымызға. Тек қана мехрді сол бізде материалдық жақтан деп айтамыз да, материалдық жақтан беруге тек соны бердік дейміз да, беріп болып міндет етеміз. Мен саған бердім, сен оны қылмай жатырсаң қаяқта, қане мен бергенімді қайтар дейміз. Дұрыс па? Енді сол мысалы үшін ана хамме уақытта баласын қолап берсе, оған басқа есет керек емес. Сол уақытта жүрегіміз сол затпенен тойынады екен. А егерде ол затсыз өскен перзенттің жүрегі тесік болып тұрады екен. Яғни ол өзінің шақсы сыпатында еш уақытта тана алмайды екен. Себебі жүрегі тесік болып жүреді. Хамде сол тесік жүрегін жамау үшін әзіргі уақытта көп кіріп кетіп жатырған игра, ішушілік, басқа да жолдар. И вот сондықтан да рөлдеріміз ананың тым көп та. Хаял адамның рөлі үлкен демекшісіз. Бірақ енді хаял адамға эмоция берілген, хаял адам эмоциональны һәмме энергияны еркек адамға бағышлап тұратұғын деп жатырмыз. Бірақ сол эмоцияны беретұғын, сол эмоцияға қуанышлы жағдайларға бөлейтұғын еркек адамдар қазіргі күнде азайып бара жатырған жоқ па? Дұрыс айтасыз. Мысалы үшін қазіргі уақытта сол еркеклеріміз өз вазипасын ұмытып қойып жатырғандықтан әйел адамдарымыз не қылып жатыр да, күшке мініп еркек образын алып бара жатыр да. Сондықтан да қазіргі уақытта көп кеселіктер орнында емес болғаннан кейін еркекпенен әйелдің рауажланып жатыр да. Яғни еркек өзінің вазипасын істемейді, ол үйде отырғысы келеді, әйел образын алып бара жатыр да. Ал әйел болса наоборот, еркек образын алып бара жатыр да, һәм үйден шығып кетіп, мысалы үшін жұмыс істеуге мәжбүр болып жатыр да. Енді бұл жерде қайтадан айтамын, еркеклеріміздің өзлері мысалы үшін өзгеруге харекет етуіміз керек дейді ғой. Мысалы өзгеруге харекет етпесе де, мысалы үшін үйдегі ана менен хаялдың har күнгі оған деген поддержка сөзі керек та. Поддержка сөзі көп нәрселерді шешіп береді. Көп адам ойлайды, мынау мені оқымаған, бақпайды, ямаса қойшы, жұмыс істемейді, бақпайды деп та. Егерде сол әйел адам негізінде бар ма, психологияда сондай басқаша көзқараспен кіріп барса сол үйге, мысалы үшін өзгереді ол. Бәрібір уақыт өтуімен өзгеріп басылайды деген пікірлер аз-маз осында әйел адамда болып, сол уақытта, сол моментте аз-маз қолдап қуатылса, ол еркекте де өзгеру болады. Әлбетте. Дұрыс, тек қана хаялларда емес, бір қанша адамдардан да хаялын сол бір эмоцияға бөлеу үшін көплеген іс-әрекетлерді істейді, бірақ бәрібір біз хаялымыз ғой, ақшаны тежегіміз келеді. Не қылсаң бұндай гүл сыйлап, бұндай подарка алып келіп деп айтатұғын хаялларда өз ер адамын өзгертіп алып жатырған хаяллар көп қазіргі күнде. Сұрау бар да, жапа, көпшілік инсан ажырымға екі нәрсе себеп болады дейді. Біріншісі бейбітшілік, нәсілсіздік, ал екіншісі хаял адам тарапынан жіберілген қателік, яки болмаса қиянет. Дұрыс, біріншісін түсінуге болады, әрбір инсан перзент сүйгісі келеді, өзінің сол ізбасарларын, дауамшыларын дүнияға келтіруді қалайды. Ал екінші мәселеде сіздің пікіріңіз қандай? Не үшін хаял адам тарапынан қателік қылынса, кескін ажырымға тоқталады? Ал ер адам қателік қылынса, ол сол шаңарақпен көріп шығылады, хаял тарапынан сабырменен кешіріледі,
күтеді оның өзгеруін. Ал хаял адамның қылған қатесі кешірілмейді. Қараң, мысалы үшін хаял адамды айтып жатырмыз ғой, үйдің ұйытқысы дейміз, үйдің берекеті деп айтамыз да, хамде бәрбірам келешекте ол не қылады, перзентлеріне жол ашып беруші болып есептелінеді. Енді не үшін хаял адам кешірілмейді деп, себебі мен сізге айттым баста, хаял адам эмоциональный болады дейді да, еркек адам эмоциясы жоқ дейді да. Енді қараң, хаял адамның қияметі бір мәрте қиянет кеткені, мысалы да, бір өмірлікке кетеді. Еркек адамдікі ол тек сол моменттегі болып есептелінеді. Неге? Не үшін? Потому что еркек адам реалист. Мен сізге айттым, эмоциясы жоқ болады да. Ол тек сол уақыттағы жағдайға не дейді, бір не көрсетіп берген болады да. Сол жағдайда, сол моментте алып шыққан эмоциясы жоқ, просто сол уақытта болу керек па, болды деген сезімменен жүреді да. Именно хаял адамда ол эмоция күшейеді, уже полностью өзінің өмірлік жолдасына пікірі өзгеріп қалады да. Ал еркек адамда полностью өзгермейді. Сондай ажырым босағасында тұрған шаңырақларда көбінесе хаял адам өзгеруге харекет етеді. Мен өзімді өзгертейін, салонларға барады, қандай да бір курслар сатып алады, психологларға қатынайды. Ал неге ер адам өзгеруге харекет етпейді? Шаңырақты ұстап қалу үшін тек қана хаял адам жауапкер емес, шапалақ екі қолдан шығады дейді ғой. Неге? Қараң, ата бабамыздан гәп бар, еркек бас, хаял адам мойын дейді. Мойын қаққа қараса, бас сояққа қарайды дейді. Соның үшін хаял адамымыз не үшін шұғыланады өзімен? Себебі еркек сол хаялдан энергия алады, ішкі сезімлер болады. Хаялар көбінесе маска киіп жүреміз да біздер. Ойлаймыз, мен мына затын істеп жатырмын, мен ауқатын асып беріп жатырмын, үтігін басып беремін, өйтемін, бүйтемін, оған жағынуға харекет етемін дейді да, бірақ ішінде қандай сезімлер тұрады? Оған ашуланып тұрады, оған айта алмаған сөздері бар, оның эмоциялары бар іштегі, дұрыс па? И соған байланысты ол еркектің оған қарым қатынасы болады да, сыртқы көрінісіне қарап емес, ішкі. Сөйтіп жүріп, мысалы, хаял адамлар рауажланып бастайды. Яғни ол ішкі дүниясын өзгеріп бастайды. Не үшін? Курсларды сатып алады. Себебі оның ішкі дүниясы өзгерген уақытта оның өмірлік жолдасына көз қарасы өзгеріп бастайды. Хаял құяш рөліне өтіп бастайды. Құяш рөлі қандай болады? Құяш рөлі хаммен уақытта теңдей. Яғни ыстылық таратушы, құяш болып, қуанып жүресен ғой. Вот сондай болған уақытта шаңырақ ағзаларды сол құяшқа інтіліп бастайды. Соның ұшында қазіргі уақытта президентіміз айтып отырыпты, хаял рауажлансын. Хаялымыз рауажланса, еліміз рауажланады деп. Яғни біздер хаммен уақытта поддержка ететінді, мотивация беріп тұратыннан өмірлік жолдасларымызға өздеріміз есептелінеміз. Егер де біздердің ойларымыз қара болса, өздеріміз har күні жылап жүрсек, өздеріміз har күні жаман пікірлерменен ұйқыдан тұрып жүрсек, ол еркекпенен мысалы үшін har күні ұрсып жүрсек, ол мысалы үшін семьямызда сол жағдай болып отырған екен, демек көшеде де ол жағдайдың екі есесі болады да. Сондықтан да егер де еркеклер мысалы үшін семьясында сондай курсларды алып, зор болып кетсе бар ма, ол хаялінен екі есе өсіп кетеді да. Кейін вообще ажырасып кетеді. Соның үшін ажырасу көбейіп кетеді. Не үшін хаялерге көплеу аламыз? Еркек не қылады? Сыртқа шығып келеді, көп адамдармен ұшырасады, көп пікірлеседі. Ал хаял не қылады? Үйінде отырады, оның бір білгені не болады? Посуда болады, балаларына қарау керек, сөйлесетін сөзі болмайды. Сондықтан да ол еркекке ол не қылады? Екеуінің пікірі тура келмей қалып бастайды. Сондықтан да екеуінің пікірі біреуі үй туралы сөйлеп жатса, біреу басқа зат туралы бір жерден шықпайды. Бір жерден шықпайды. Әлбетте екеуі не қылады? Екі жаққа ұзақласып бастайды. Яғни екеуінің пікірлері уже екі түрлі болып бастайды. Не қылады ол хаял? Бір-бірімен ұрысып бастайды. Яғни ұрысқан уақытта екеуі бір-бірін мені естіген болады. Еспеген сайын елі де ұзақласып, елі де қаттылау өтіп ақырысып бастайды. Уже мені көрмей атырсаң деп, затларды лақтырып бастаймыз. Бұл жерде уже бір-бірінен қатты ұзақласып кетеді. Енді бұл жерде шешім, хаял адам өзінің үстіне жұмыс істесе, себебі еркек адам көшеге шығып келеді, ананы көреді, мынаны көреді, үйге келіп болғаннан кейін хаяліне келген уақытта темасы басқа зат болады. Хаял болса басқа затлар туралы айтып беріп бастайды. Сол темаларын хаял адам өзгерту үшін
әйел адам шұғылдану керек. Сонда еркек адамына жетіп алып, екеуі және бірдей етіп пікірлеп, семьясын қайтадан нормаға түсіп кетеді. Егер де ол еркек сөйтіп жүріп, және өзінің үстіне жұмыс істесе, ол еркек уже ол әйелге лума қарамайтын болып қалады. Қараң, енді хаял адам өзінің үстінде істеу керек, әрекет ету керек. Бірақ айтады ғой, хаял адам бір гүл, ал оның бағманы болу ер адамға сән. Сол гүлді өсіріп, қандай етіп топырақларын ауыстырып, су құйса, сол гүл соншел дәрежеде ашылып шырайланады. Бірақ сол позицияны еркек адам неге алмайды? Тек қана гүл өзімен өзі өсе беру керек па? Қараң, баста сіз маған айттыңыз, көп әйел қыздарға гүл бергісі келсе, неге алдың деп айтады дедіңіз. Енді сузат болады да, мысалы үшін. Айрым аялар бар да? Сондай етіп қабылайды. Да, қабылайды. Енді қараң, айрым емес, көпшілік аяларымыз сондай. Мысалы, әйел адамға сауға әкеп берсе, оны алмасаң болады, бірінші болып өзі қиналады. Оның орнына тоққа төлегенде не, продукт алғанда не? Продукт алғанымызда не қылады, және бір зат. Негізінде мен нәрсенің есабы болады екен. Мен уақытта әйел қыздарға айтамын да, сен өзіңнен өзің затай еткенсең, сен өзіңді өзің кемсітеді екенсең, сен өзіңді өзің жақсы көрмейді екенсең, не үшін сен өмірлік жолдасың жақсы көру керек деп. Потому что өздеріне носки алып кимейді, мен кейіннен аламан дейді носкиді да, оны басқа бір затларға салып алып жүреді, потому что өзін жақсы көрсеткісі келеді. Дұрыс па? Кейін не қылады? Хайран қалады күйеуі. Мен бұған пұл беріп едім, басқасына да беріледі ғой деп та. Және аз-маздан кейін өтіп қарасаңыз, ол әйел не қылады? Менің көзінше ауқат жемей отырады. Балаларым жейсін дейді, күйеуім жесін дейді. Өзін және не қылады? Ең кейінгі орынға қойып баслайды. Бір күндері күйеуі айтады, сен мощный болып бар, мен саған көйлекке ақша берейін дейді. Мысалы да, ол айтады, қой оның орнына, мен посуда алайын, қонақлар келсе ұят болады дейді. Сөйтіп, ол әйелдің орны төменге түсіп кетеді. Уақытлар өтеді. Ол әйелге ешкім сауға да бермейді. Өмірлік жолдасы оны көрмей баслайды, балалар да көрмейді. Не үшін? Себебі har күні не қылады? Балалары, мама сенім жесейші деген уақытта, балаларым, сілер өздерің жей берің, сілердің жегенің менің жегенім дейді. Өзінің жақсы мама рөлін атқарып жатырмын деп ойлайды. Бірақ жылдар өтеді, ол әйел қартаяды. Қартайған уақытта 50-ге шығады, 60-ға шығады. Балаларын қызын ұзатады, баласын үйлендіреді. Бір күні келіншегіменен баласы кіріп келеді үйге. Келіншегіне мощный зат алып берген болады. Келіншегі хазеп жеп отырады. Ал мамасына айтады: "Мама, саған амадық, сен бәрі жемейсің ғой" дейді. Потому что сенің жегенің менің жегенім дейді. Менің жегенім сенің жегенің болады ғой бәрібір дейді. Демек, біздер неуге тәрбиелеп береміз? Сол кіттайынан бастап балаларымызды соған тәрбиелаған боламыз, яғни жақсы мама рөлін атқарып береміз деп та. Әйелдің орны үлкейген сайын жоқ болып баслайды. Ол сауғаларды ала алмай қалады. Себебі өмір бойы не қылады ол? Ананы жамаймын, мынаны жамаймын. Негізінде ол сауғаларды ол өзі алған уақытта да басқа затларға да негізінде пұл келінеді да. Бірақ біздер ойлаймыз, ол келмей қалады. Тек қазір алып қалу керек деп та. Бұл пікірлеріңізбенен әлбетте ең басыл қадам өздерімізден, аялlarдан деп айтқыңыз келіп отыр ғой. Әлбетте қазіргі күнде психологлар жүда көп ажапа. Психологларға барып өзін тікілеп атырған, рауажланып атырған адамдар бар, өзінің сол қалып жараларына дауа тауып атырған инсанлар көп. Бірақ тиынның екі тарапы болады дейді ғой. Көп жағдайларда бұл психология кері тәсірінде көрсетіп жатыр. Ең бірінші психологларға барған кезімізде, дейді барған адамдар, өзіңді жақсы көр, самооценкаңды көтер, өзіңе сеніміңді арттыр, өзің үшін жаса, өзіңді сүй деген затларды айтады дейді. Ал ең бірінші осы ажырым босағасында тұрып, сізге мұражат еткен беймарыңызға бірінші емлеу басқышы қандай болады? Осыны айтып өтейін, сіз нені айтқаныңыз жақсы болды. Көп адамлар соны айтады да, психологқа жіберейін десем, келінімді дейді, ажырасып кетуден қорқамын дейді. Себебі сіздер үйрететін сөзіңіз бар, өзіңізді жақсы көру деп. Қараң, өзіңізді жақсы көру деген уақытта көп адамдар ойлайды, өзіме киім аламан, шашымды мощный етіп сілетемін, кафеге бараман, күйеуімнің қалеген пұлын сауаман, сөйтіп деген өзімді зор етіп көрсетсем, өзім жақсы көрген боламын, балаларыма қарамаймын дейді. Өзіңізді жақсы көру деген мәністе ата-анаңыз қандай дүнияға келтірген болса, сөйтіп жақсы көру дегені болады ол. Кемшілігіңізбенен, минусларыңызбен
қабыллап. Екінші тарапы ата анамыз қандай болсақ сондай алғанша оларды қабыллап тұрып, мынау менің ата анам, менің бәрібір сол арқылы мен дүниеға келдім, ата анамды қабылламай тұрып мен өзімді қабылдай алмаймын деген пікірге келу керек. Өзіңді өзің жақсы көру дегенде именно сен өзіңнің ата анаңның қандай сенің социалдық жақтан келіп шығуыңнан қатты назар сен өзіңді барынша қабыл қылуың болады. Өзіңді сүй деген уақытта мысалы біздерде жаңа айттым ғой, жақсы ана образын жарату деген да. Сол жақсы ана образын жаратуменен көп ғаилелер өздерін ұмытып қояды да, сөйтіп ашуын барын кімнен алады? Өмірлік жолдасынан алып бастайды, қайтадан ата енесінен алып бастайды. Сөйтіп ойлайды, мен перзентлерім рауажланады, мен мынандай перзентлерім келешегін қалаймын дейді. Ол перзентлеріңіздің келешегі қалай ондай болады? Сіз өзіңіздің ата енеңізбен ата анаңызды барынша қабылламай тұрып, олардан har күні har затты жаңағыдай етіп тауып отырасыздар. Ана өйтпеді маған, мынау бүйтпеді, ол ондай, мынандай деп кемшілік тауып отырыпсыз да. И ойланып көрің, Гүлда, мысалы үшін Гүлді алайық та, сіз айтып жатырсыз да, мен меуелеуді қалаймын дейсіз. Қаяқтан сіз меуелейсіз? Сіз өзіңіз жапырақсыз, сол жапырақ болып тұрып айтасыз да, мен жапырағымды тек дауалаймын, маған жапырағымды дауалап бер дейсіз да. Ал ең түпірі неде тұрған болады? Тамырда тұрған болады. Тамырымыз біздің ата анамыз бен ата енеміз. Соларды барынша қабылламағанша біздер еш уақытта меуелей алмаймыз да. Негізінде барынша қабыл қылу деген нәрсе негізінде условие болады. Жақсы көру дегенім сондай, айнаға қарап тұрып, қандай семьядан шығуына қатты назар, қандай сен балалығың өтті, қазіргі күніңе қарап тұрып, шүкір, мен мынандай нәрселерге ерістім, мен мынандаймын, бола берсін, зато мен адаммын ғой, бармын ғой, мен мынандай затларым бар ғой деп, сол затларымызды көріп басылаған уақытта әне ол сол по-настоящему өзін қабылдау, өзін жақсы көру. Бірақ неге тілекке қарсы көп адамдар өзін жақсы көру дегенде пұлларынан соғып тастап отырған жағдайлар болып жатырды. Ондай қызлар кевіліп алматырыпты, енелерін тастап кетіп отырған жағдайлар болып жатырыпты. Ойлайды, сонымен мен рауажланамын деп. Және мен айтамын, ата енеменен ата анамызды барынша қабылдап, оларға сондай қызмет етіп, не дейміз ғой, бар мейірімізді бермегенше бәрібір келешегіңіз басқаша етіп жаратқыңыз келгенмен пайдасы жоқ. Себебі екі инсан біздерді рауажландырады екен, бұл ата ана мен біздің перзентлеріміз. Ата анамыздан сабақ алмадық па, перзентлеріміз сол сабақты біздерге көрсетіп береді да. Бәрібір сол сабақты аламыз. Әлбетте. Ал енді сол ажырым алдында тұрып сізге беймар болып барған сол инсанларға бірінші емлеу басқышы қандай болады? Бірінші емлеу басқышында hamma уақытта біздер бірінші болып инсанның өзіне диққатты қаратамыз. Сау бетлесіп аласыз. Сау бетлесемен ішкі оның өкінішілері болады, әрбір адамда өкініш болады, қателері болады, одан кейін балалығында алмаған мехірлері болады. Мысалда солардың барлығын көріп шығып диагностика береміз. Яғни не заттан оның қазіргі жағдайы келіп шығып жатыр. Яғни өзінде қайсы минуслар кетіп жатыр. Яғни үлкен бір сөзбен айтқанда айнаны алдына тұтамыз. Айнаға қарап тұрып, ол менде мынандай өзімде кемшілік бар еді, значит ол уақытта мынандай болған екен ғой, мынандай болмағанда мен мынандай қылмас едім деп сондай пікірлермен шығып кету керек болады. Яғни ең бірінші болып ол ойлайды, психологқа барсақ қосылысып жамалаймыз, ішіміздегі төгеміз деп та. Негізінде диагностика беріліп, оларға именно айна тұтылады. Сол айнаға қарап, аз-мыз өзінде де қателер бар екенін, өзінде де аз-маз кемшіліктері бар екенін көрген уақытта ол қайтадан өзіне келіп, өзінің орнына түсіп, басқалардың өміріне ітібар бере бермей, өзінің өміріне диққат аударып, өзін турлауға харекет етіп бастайды да. Ең бірінші сол диагностикадан бастаймын сабақты. Себебі бәрібір адам өзіне диққатты аудармай тұрып, басқалардың өмірін айтып келіп, басқалардың пікірін айтқанмен маған ол қызық емес та. Себебі ең бірінші ол адамның өзіне қойған бағалары бар. Мысалы ол өзін айнаға қарап тұрып, өзінен кемшілік тауып тұрған адамға обязательно басқа адамға кемшілік айтады оған. Сондықтан да ең бірінші болып берілетін тапсырмам өзіңе қойған пікіріңді өзгертіп шық. Содан бастаймыз деймін. Өзіне қойған пікірлер өзгерген уақытта оның өмірлік жолдасына қойған пікірлер өзгереді. Өзімнің тәжірибемнен келіп шығып қарасам, азіргі уақытта айтатым, не үшін сен азіргі уақытта күйеуің қолап қуатылап жатырыпты дейді. Сен дейді, оны психологияңмен айландырып қойсаң.
деген сұрауларды береді да. Не үшін қазіргі күйеуің сенің басқаша, мысалы үшін саған сенің әрбір неңе де сені қолдайды қуатлайды деп та. Енді баста тұрмыс құрған уақытымызда екеумізде де естат жоқ еді. Тұрмыс құрған уақытымызда гүл әперетін жағдайларымыз жоқ еді, мысалы үшін да, деп қарасаң семьяда әртүрлі жағдайлар болды. Но сол семьяда әрбір басқышты біргелікте жеңіп шықтық. Бірақ бір-біріңізге болған мехір бар. Бір-бірімізге болған мехіріміз бар. Бұл жерде екеуміздің бір характеріміз бар еді да. Мысалы үшін мен ашуланып тұрған уақытта ол мені төменге түсіруге харекет ететін еді, яғни басуға, күліп не қылып, и ол уже мен оны ашуландырып болған уақытта мен оны төменге түсіруге харекет ететін, екеумізде осындай характер бар. И қазір уақытта психологияны оны біздерге айтады, бір-біріңізге жаңағы алдыңыз навстречу етсе дейді да. Мысалы үшін бір-біріңізді сол керек жеріне қолдап қуатлау деп айтылады да. Сол затларды қолданғанымыздан кейін шығар, қазіргі уақытта көп нәрселерге ерістік. Біргелікте еріскен нәрсе ол басқаша болып сезіледі адам үшін да. Әйел адам үшін ең мақтан нәрсе, айтатын нәрсе бұл мен үшін қазіргі уақытта не затларға ерістің деп сұрайды. Көп нәрселерге ерістім. Бірақ та ең үлкен менің карьерам бұл менің семьям. Себебі қазіргі уақытта 4 перзенттің анасыман, өмірлік жолдасымен бір бақытлы өмір сүріп жатырмыз. Мысалы үшін ата-анам бар, туған туысқандарымыз, әмеміз, алдымызда. Одан басқа, мысалы үшін айтатын зат қызық емес та. Ол мысалы үшін материалдық жақтан деп айтамыз. Машина, жай, басқа затларым бар. Бұл материалдық байлық болып саналады. Қазіргі уақытта менің үлкен байлықларым сол менің шаңырағым деп айтамын әр уақытта. Сол өзлігімнен кеп шығып айтсам, көп нәрсе басқыштан өтуіміз керек болады да. Сол басқыштан өткен уақытта именно әйел адам сол барында да жоғында да көніп берсек, мысалы үшін болады сондай жағдайларымызда, сол уақытта еркек сізге басқаша көзқараспен бастайды қарап. Сіздің қадіріңізді, мысалы үшін сол гүлдер арқылы басқа сауғаларды алып беріп бастайды. Себебі уже ода имканият болады соған. Сол имканиятқа ерісу үшін не қылдық, біргелікте жүріп әрекет еттік, қадем жүрдік. Жоқшылықтан бірге өмір сүрдік, мысалы үшін жоқшылықпенен барда да қуанып білдік. Мысалы үшін сіз ойланып көрің, қазіргі уақытта машинасы бар, жайы бар, анау дейміз ғой, деп сырттан қараймыз, басқалар соған ұрсып атады, менде мына зат жоқ деп. Сөйтіп қарасаңыз, ең жақсы жетіскерліклерді біздер тек өмірлік жолдасымызбен бөлісе аламыз. Сен 15 жасар қызыңа барып, сол қазіргі өзіңнің 45 жасыңда, 40 жасыңдағы жетіскерлігімен барып бөліссең, оған қызық емес. Потому что оған қызық не зат? Қойынатын зат, айфон және басқа зат, дұрыс па? Ата-анаға барасаң, ол 70-80 жаста болады, оған ол затлар уже қызық емес болып қалады. Болады, молодец балам дейді да қояды. Достың айтсаң, я қуанады, я қуанбайды. Демек, бәрібір ең сол жетіскерлікті бөлісе алатын инсанымыз бұл өмірлік жолдас. Не үшін өмірлік жолдас деп айтамын мен? Күйеуім және басқа зат деп айтқым келмейді, өмірлік жолдасым деп айтқым келеді. Себебі өмір бойы тең жүретін инсан тек өмірлік жолдас болады. Балаларым ертең тұрмысқа шығып кетеді. Ата-анамның менен басқа да перзентлері бар. Достарымның өзінің өмірі бар. Коллектив, ол коллектив, барамыз да сол уақытта жұмыс істеп кетеміз. Ал сізбенен тең жүретін инсан бұл өмірлік жолдас болып есептеледі. Енді еңге қойып жүріп беретін. Сондықтан да әрбір сауға беріп отырған болса, демек сол затларды істеп беріп отырған екен. Демек екеуі бір басқышты өткізген болады басынан. Сол көріп отырған инсандар ойлану керек болады. Біздерде қайсы басқышлардан өтіп болуымыз керек. Біздерде қандай затлардан өтіп берсек, біздер осындай сауғаларға ерсеміз деп. Қазір сол подкастымыздың ықыласпенділері көріп айтып отырған болуы мүмкін. Психолог бәрібір енді ақылы айта береді. Біздердің шаңырағымызда қандай ситуациялар болып отырғанын білмейді. Әлбетте, ажырасып отырған шаңырақлардың да басынан өткен хаммесі өзі біледі. Тек қана бір-біріне болған ітібарсыздық, мехірдің жоқлығы емес, адам қорқатұғын, ашынатұғын дәрежедегі жағдайлар болып отырған аз жәмиетімізде көруіміз мүмкін. Ал сол бір инсанларға не деген болар едіңіз? Мысал үшін қазір өздеріңіз ойланып көрсеңіз, әрбір дәуірдің өзінің шешімі болады да, әрбір өмірімізде болып отырған оқиғалардың. Негізінде бұл өмірде жақсы, жаман оқиғалар болмайды, жаман инсаннан болмайды, жақсы инсаннан болмайды. Тек инсан болады и тек жағдай болады.
біздердің күйеуімізге жаққаны үшін біздер оны жақсы деп айтамыз да. Біздердің күйеуімізді қапа қылатын, біздерді бір күйеуімізді ауыртатын нәрсе болған үшін оны жаман деп айтамыз. И мен қазіргі уақытта сол көп нәрселерден өткен инсан сыпатында деп айтайын да. Балалықтан басталып мен қадембе қадем келдік қой, мысалы үшін мынандай затты көрдік, мынаны көрдік, өйттік бүйттік мысалы. И әрбір жағдай біздерге керекті екенін білдім. Жақсы емес жағдай деп айтқанымыз бұл біздерді өсіреді екен, рауажландырады екен. Жақсы мысалы үшін жағдайлар болса, именно біздердің күйеуімізді көтеріп, біздерді йошыландырады екен. Сол үшін әрбір жағдай біздердің өмірімізде керекті жағдайлар. Қазір қандай жағдай болып жатырған болса да, бұл өткінші болып есептелінеді. Себебі сіздің бірінші класста ашуланып, өкпелеп, жаңағы қиналып жүрген жағдайыңыз қазір сіздер үшін күлгілі. Дұрыс па? Себебі сіз сол жағдайдан өткен болған боласыз. Демек, қазіргі болып жатырған жағдайыңыз бұл өткінші. Ертең 3-4 жылдан кейін, қалесеңіз даже 1 жылдан кейін сол уақияның үстінде күліп отырған боласыз. Ойлайсыз, сол уақытта мен қиналып едім деп. Негізінде бұл өмірде проблема деген сөз жоқ, тек қана шешілмеген сұрау бар. Егер де отырып алып соны шешіп алсақ, әрбір заттың шешімі болады. Ойламай қойың, қазір өзі мынандай затларға ерсіп алып тұрып сөйлеп жатырды деп ойламаң. Мен де хайелмен, мен де бір инсандардың перзентімен, мен де анамын. Сол затларды өзімде жұмыс алып барып, болғаннан кейін барып тұрып, адамларға сол затларымды үйретіп жатырмын. Сол басқышлардан өткеннен кейін? Әлбетте, сол басқышларды бірмен бір өттім. Мысалы, мен де келін болдым. Келілік білесіз, біздің үйде тек 4 адам тұрамыз. Мен келін болып түскен уақытта үйінде 15 адам бар еді. Мысалы үшін 15 адамдық үйге келін болып түстім да, ойлана берің, ешқандай менде өмір хақында білім жоқ. Сол уақытта мен қалай алып бараман, енді мына қорқыныш болған. Әмемсе де болады, дұрыс па? 7 келінбіз. 7 келіннің 5-ші келіні мен да. Сіздің сол тарауыңызда осы ажырым бойынша барған хаял қызлар, шаңырақлардан сізді бір таң қалдырған, яки қолайсыз жағдайға түсірген инсанлар болды ма? Қарағанда бір уақия болды да менде. Бір хаял сондай етіп перзентін алып келді да. Перзентін алып келді? Перзентін алып келді, себебі перзенті екеуі ажырасып жатырған екен. Перзенті қиналып жатырған екен, содан әмде бала стресске түсіп қалған. Бұл жерде мен баласыменен именно сөйлестім. Кішкентай баласын алып келді, ажырасып жатырған хайелменен еркекті, бірақ бала берден жәбір шегіп жатырған болады. Ең ашынарлысы, олым айтқанда мен детская психологияны бітірген менде. Ой келген, мен детская психологияны істемей ақ қояйын деп. Себебі енді менде анамын ғой. Ол баланың жылаған уақытында сен жеке сөйлесеміз да оларменен. Мамасын сыртқа отырып тұрың дедім, мен балаңызбен сөйлесіп алайын дедім. Сол уақытта мамасының істеген жағдайлар болды. Бір жағынан оны папасы ұрады екен, бір жағынан мамасы ұрады екен да. Папасы бұны сен мамаға ұқсап кеткенсең деп келіп ұрып кетсе, мамасы келіп, сен папаңа ұқсап кетпе деп мамасы ұрады екен да. 2 жолдың ортасында бала қиналып отырған болады. Қарасаңыз, бала жәбірленіп отырған болады да. Енді ойланып көрің да, ол бала кішкентай бала, мәйлі. Кішкентай бала болғанмен ол да шақс қой. Неше жас атрапында? Ол бала 12 жас атрапында. 12 жас атрапындағы бала шақс сыпатында қаралмайды. Ол жеке меншігім деп ойлайды. Енді ойланып көрің, сізден өзіңізді біреу сөйтіп ұрып жатса har күні қандай жағдайға түсесіз? Сіздің қай жерлеріңіз жарақатланады? Мәйлі дене жарақаты сол уақытта көгерген кетер. Уақыттың өтуіменен сол перзенттің жүрек жарақатларын кім емлеп береді? Қаяқтан пайда болады жауыз инсанлар? Қаяқтан пайда болады ашулы инсанлар? Анасы менен жұмыс алып барғанымда, анасы айтады, ол мені тыңламайды дейді да. Кейін мен айттым, бірінші дедім, сіз келің дедім. Сіз бенен жұмыс істеп болғанда сіздің ішіңіздегі көп инсанларға деген ой пікірлеріңіз дейміз ғой, ашуларыңызбен жұмыс істегеннен кейін мен балаңызбен шұғылданамын дедім. Себебі қазір мен ол балаңызбен істесем, мен жақсы сөзімді айтамын, мощный етемін. Бірақ та сіз үйіңізге барасыз да, қайтадан сол жағдай қайталанса, пайдасы жоқ болады деп. Сондықтан да егер де балаларыңыздың келешекте бір сізге
ең үлкен инвестиция балаларымыз үшін ғой, дұрыс емес пе? Сол балаларымызға қазірден мехір берсек, қазірден бір олар шақ сыпатында бір қолдап қуатласақ, ең басылса олардың қалеулері дейді ғой, мысалы үшін ішкі қалеулері болады, мысалы үшін ата анам мынандай болса екен деп. Олар ойлайды да, мен саған зат беріп қойыппан, жаңа айтып өттім ғой, ақша беріп қойыппан, не зат керек басқа, именно оның арасына тыңлап тұрсақ, сол уақытта перзентлеріміз басқаша болып басылайды да. Сол ажырым уақытында ашуымызды балалардан емес та, ал өздеріміз аз-маз болса да өздерімізбен жұмсалып барып істесек, балаларымыз бір жәбір шекпес еді да бұл жерде. Соның ақыбетінде сондай жағдайлардан және біреу мысалы бар, ұрлықшы болып кеткен семьяда, балалар ұрлықпен шұғылданып кеткен болады да. Не себептен? Себеп айтады да, ата-анам сен туылмағаныңда деген сөзді көп айтатын еді дейді да. Сен туылмағаныңда мен басқаша болар едім, сен туылдыңда болмаса мынандай болар еді деп. Бірақ екеуі ажырасып кетті. Һәм өзімді біртүрлі сеземін дейді да. Ұрлық істеген уақытында менің ішімдегі пустой болып тұрған нәрсе дейді, бос болып тұрған жерім толық болғандай болып сезіледі дейді да. Сол сезім тек уақытынша аламын мен дейді. Кейін қайтадан дым жақсы болып жүремін, уақыт өтумен және иссатты кәдімгідей болып жүремін, және сол босылық пайда болады дейді. Сол босылықты және орнын толтыру үшін мен жаңа затты істеймін дейді. Соны істеген уақытымда әме маған ітібар беріп басылайды дейді. Мехірді қайсы жолмен алып отырған боламыз? Демек, ұрлық жолымен. Біз не аламыз, ол тұқымында бар, ол жаман және бір зат. Бірақ ішкі адамның сезіммен істеген уақытта әртүрлі жағдайлардың себебі шығады. Қазіргі уақытта қандай өмір сүріліп жатырған болса, әмесі ішкі сезімлердің, яғни дүнияға көзқараслардың, пікірлердің ақыбеті болады. Соның үшін айтамын, адамда тек бір проблема болады, көп проблема болмайды. Бір проблема болады, қалғанлар бәрі соның асараты болады. Айрым психологлар айтады, егер шаңырақтағы келіспеушіліктер перзентке қатты тәсір етіп отырған болса, ешқандай бір курсларменен яки психолог маслихатлерменен де түзеп болмайтын жағдайда ең жаман ноқат ажырасу ноқатын қойған жақсы дейді. Ол айтылған нәрсеге сіздің пікіріңіз? Қараң, жаңа айтып отырсыз ғой, мәселен, перзент, ортада перзент азап шегіп отырды деп. Сол ноқат сізіңше дұрыс па? Ажырым шешім бола алады ма? Мысалы қараң, егер ата-ана өмірге көзқарасы өзгермесе, қандай ажыраса берсе, және тұрмыс құрады, дұрыс па? Қарасаңыз, бәрі сол адам ғой, сол ата-ана ғой. Ажырасып кеткенмен басқа өмірлік жолдасқа шығады, сөйтіп ойлайды, мен басқа біреуге тұрмысқа шығамын, өмірім бұдан зор болады дейді. Бірақ адам өзіне өзі қашып кете алмайды. Себебі ол адам екінші мәрте тұрмысқа шықсын, үшінші мәрте тұрмысқа шықсын, үшінші мәрте үйленсін, бесінші мәрте үйлене қойсын, бәрібір ол өзін өзгертпеген болады да. Бәрібір сол өмір қайтадан тәкрарлана береді. Бұның ақыбетінде еліде жәбір шегетін кімлер? Перзентлер болады. Һәм ол перзентте әртүрлі ғазеп, ашу, өмірге көзқарасы және де өзгеріп кетеді. Бұл бірінші тарихын алып қарасақ. Енді бір перзентлер болады, ата-анасына қарайды да сабақ алады. Мынандай болды, мен мынандай затларымды өзгертемін деп, ол сабақ алса, өмірін туралап кетуі мүмкін. Егер сабақ алмаса, ол өмірден жаман өмірге кіріп кетуі мүмкін болады перзентлеріміз. Соның үшін ажырым бұл шешім емес. Себебі әйел адам ойлайды да, болды, мен екіншісінен шықсам вообще зор боламын деп. Ол қате пікір. Себебі әйелде, еледе еркек хақында, өмір хақында пікірлер өзгермеген болса, қайтадан сол өмір тәкрарлана береді. Кейін ойлайды, маған көз тиген, менің жолым жауық және басқа заттарды ойлайды. Ямса біреудің бір жаман несіне ұшырағанмын деп. Әлбетте, рахмет пікірлеріңіз үшін. Енді аз ғана өзіңіздің өміріңізге тоқталып өтсек. Өзіңіз психологсыз, жоғарыда айтыңыз 21 жыл өмірлік жолдасымен гөзал тұрмыс кешірдім деп. Әлбетте шаңырақта қазан табақ тықырламай тұрмайды дейді ғой. Өзіңізде осындай бір ажырым ноқатларына шекем жетіп бармаған болса да, қандай да бір қолайсыз жағдайлар жүз берген ба? Һәм сол уақытларда сіз қалай шыққансыз? Психолог ретінде емес, аял сипатында сол тәжірибелеріңізбенен бөліссеңіз. Қараң, енді айттым,
мен өзім РГФ-ті бітіргенмін. Hamda әлбетте өмірге көзқарасымыз басқаша болады. РГФ-ті бітіргендер, себебі біздер жаңағы дүниежүзілік нелерменен көзқарасымыз болады. Үйімізде азғантай адам тұрамыз. Ауқат асқанда да азғантай ауқатларды асып қоямыз. Тұрмысқа шыққан жеріме қарасам, көпшілік жерге шықтым. Өзім хайран қалдым. Мысалы үшін көп нәрселерді білмейді екенмін да мен. Сол тұрмысқа шыққан уақытта қайнапам бар, абысыларым бар, келілер, 3 келін бір жерде тұрдық 8 жыл. Сөйтіп мен айтамын да, мен не үшін бұл өмірді таңладым деймін да. Өзіме хайран қаламын да, мысалы, мен неге бұл үйге келдім деп. Көп нәрселерден өттік. Мысалы үшін түсінбеушіліктер болды. Өмірлік жолдасымдан бір кезде түсінбей туған едім. Абысылы келі жасадық, білесіздер. Бір үйде абысылы келі тату болса, шаңарақ ұлыма рауажлана береді. Енді абысыларымнан көбісін түсінбей қалатын уақытларым болды да. Ең бір несі, менен кейінгі қайным сондай етіп, жаңағы құлағы еспейді да, аспас. Келіншегім сондай еді. Сөйтіп атам айтты, тие берсін, Мұхаббат, енді осы келін саған келіп, соған қарайсаң, деді да. Енді мен ол тілді түсінбесем, енді өзімнен баламан уақытта кішкентаймын. Яқшы дедім, мойныма алдым, сөйтіп сол келімен сөйлесемен, біргелікте жүремен, біргелікте сол менен жүреміз. Ұлым айтқанда тәрбиелеу процесі өтіп басылады. Сөйтіп қайран қалатынмын да, мен не үшін мына тілдерді үйреніп жатырмын, маған не керегі бар деп та, например, мен мына тілден үйренемін ба, английскийді үйренгенім аз емес деп та, мысалы пікірлер өтті сол уақытта. Кейіннен қарасам, қазіргі уақытта деп қарасам, 7 келіннің 5-ші келіні мен да. 7 келін болсақ, үлкен абысыларымнан көп зат үйрендім. Расы да, қазіргі уақытта солар маған қаттыға жәрдем беріп жатыр. Сол уақытта мен оларға өкпелегенмін. Алар неге маған үйрете береді екен депті. Соларға рахмет айтамын. Өмірлік жолдасыма да қазіргі уақытта, мысалы үшін екеуміз сондай жағдайлар болатын еді. Ондай қылма, мынандай қылма деп айтты да, мен яқ деп мысалы үшін ерегіскен уақытларым болды да. Енді ойланып қарасам, негізінде ол сол уақытта дұрыс айтқан екен да, мен өзім қате пікірлегенмін да. Сол психологияны үйренгеннен кейін айтқан, мен сенен кешірім сұраймын, негізінде ұрыстың бәрін мен шығарған екенмін деп та. Себебі мен одан көп затты талап еткенмін. Бір нәрсені айтқым келеді да, тұрмысқа шығатын қызлар болсын, қазіргі уақытта тұрмыс құрып отырған. Бақытлы болу үшін тек еркек жауапкер емес та берді. Үйретіледі да, еркек бақытлы болу керек дейді да. Негізінде тұрмыс құру дегеніміз бұл бақытты екі инсан бөлісу деген зат та. Берде екі адамның рөлі күшлі болады. Әлбетте. Соның үшін көп адамлар, көп қайыл қызларымыз еркекленістен күте бермей, өзіңіз сол бақытты беруге харекет етуіміз керек. Ішеріңізге жаңағы ол еркеклер палкер емес та. Ішіне салып алып, анау бермеді, бүйтпеді деп жүргеннен, оның орнына бір күні отырып сөйлесіп, мынандай затларды қалай жүріппін ау, менен мынандай жағдайлар болып жатырыпты, мынандай қылайық па деп бір отырып сөйлесіп көрсе, еркектің бұған көзқарасы өзгеріп бастайды. Негізінде просто біздер не қыламыз, айтпаймыз, ішімізде ұрсып жүреміз та, өкпелеп жүреміз, һәм ашуымызды оған көрсетеміз. Бұғаны ойлап, тек сол затты күтіп жүреміз. Ал жоғарыда айтқаныңыздай, еркек адамлар реалист. Тек қана айтасаң, істейді. Бұғаны. Соның үшін арасында өздеріңіздің қалеулеріңізді айтып тұрың. Сіз қалеуіңізді айтқан уақытта ендігі мәрте оның ядында қалады. Мысалы, тек сен ауқатыңды жейміз деген зат болмайды да. Сен айт, сол ауқатты бізде жей береміз десе, ол өзінің шақ сыпатында көрінбей қалады да. Арасында мен мынандай ауқатты жегім келіп жүріпті, сондай ауқаттан жейік ба деп, мысалы үшін арасында айтып тұрмыз керек болады. Сол уақытта сізде ол семьяда шақ сыпатында қабылданасыз да. Сондай уақиғалар болды. Қазіргі уақытта деп қарасам, har бір инсан менің өміріме кіріп келген. Сол уақытта абысыларым болсын, мысалы үшін даже өмірлік жолдасым, басқа да инсандар менің өмірімде тек қана маған сабақ беруші екен. Тек солардың сабағын дұрыс қабылдап алған уақытта біздер жақсы шаңырақ құра аламыз. Егер де олардың har бір айтқан сөзін сабақ ретінде қабылдамай, мынау не айтып жатырыпты деп ашуланып, ерегісіп, мысалы үшін сол уақытта сол уақиғалар сіз қалегендей болып кетпегенге дәру ажырасуды қалап жатсақ, ол дұрыс емес шешім болады да. Себебі бәрі ізлікте келеді, бірден болынбайды бәрі. Әлбетте, сол уақытта сізге келген сол бір қиыншылықтар, қиын дәуірлер қазіргі гозал өміріңізге түрткі болды.
қазіргі уақытта мысалы үшін адамдармен қарым қатынас барлық затты келін болғанда үйренеді екенсің. Жас үлкенге құрмет, жас кішіні қалай етіп күтіп алу, мысалы да хаммесін сол келін болған жеріне үйретілді. Ата анамыздың үйінде үйренгенлеріміздің қосымша ата анамыз біздерге көп затты үйретті. Мысалы ата анамыздың тәрбиелерін алдық, бірақ та ол үйге барған уақытта ата анамыздың үйінде еркелеп істейміз ғой көп затты. Ал қайын жұртке үйіне барған уақытта ол уже басқашалау болады, ана сөзін уже басқашалау қабылдайсың мысалы да. Сол кішкентай келінім мысалы үшін сондай етіп жаңағы сурдоперевод деп айтамыз ғой, соны үйренгенім қазіргі уақытта жұмысыма көп пайдасы тиді. Себебі өзім жұмыс істеймін ғой, Монорай филиал басшылығы болып істеймін, негізі декреттемін. Сол уақытта жұмыс үйрену үшін, кәсіп үйрену үшін именно жаңағыдай нұқсаны бар инсандар келіп басылады. Сол уақытта олармен сөйлесу үшін жүгіріп барып, не керек, не деген уақытта мен қуанып кеткен. Мысалы өзімде де қатты қуаныш сезімі болған. Демек, мен ол тілді де сөйлей алғаныма менде өзімде ішімде бір қуаныш болған да. Онан құрдан құрмаған берілмеген екен. Бұл маған сабақ. Бұл да менің өмірімде пайдалы тәрепілері болып жатыр. Har бір нәрсе өмірімізде керек болған үшін ұшайды. Құрдан құр ұшамайды. Жағдайым, инсаным, сол уақытларым барлығы біздерге қазіргі уақытта көп маған басқыш уже сол үйренген затларым қазір менің алдымнан шығып жатырды да. Соның үшін маған мына заттар керек емес деп айтуға болмайды. И өтмішімді ұмытамын деп ұрынбай ақ қойыңыз. Өтміш еш уақытта ұмытылмайды. Себебі ол сіздің өміріңіздің бір бөлегі. Қалесеңіз де, қаламасаңыз да сол өмірді жасадыңыз, дұрыс емес пе? Тек қана біздер оны не қыламыз? Қабылдаймыз. Содан сабақ алғанымызды аңлаған уақытта ол өтміштегі әрбір біздердің қапашылығымыз ұмытылып кетеді. Қазір сіз айттыңыз маған сондай бір уақияны есілең деп. Менде аз ондай уақияда жоқ екен да, мені жылатқан. Бар болған, бірақ ұмытып кеткенмен де аз мен үшін олар қуаныш береді. Сол үшін қуаныш сезіммен айта аламын да. Өмірімізде болып отырған әрбір нәрседен жұмақ шығара алуымыз керек, асықпастан. Айта аласыз ба ажапа, қазір осы психология тарауындағы тәжірибеңізден келіп шығып, сізге осы уақытқа шекем неше ер адам емленуге барды? Мәселен, ішкі сезімдерін, сол бір ажырым алдындағы яки ажырымнан кейінгі жағдайларды айтып, солардан бір жеңілену мақсатында неше ер адам барды айта аласыз? Қараң, перизат, бір зат айтайын да, қаме уақытта еркек адамға жазылған уақытта не мәселе деп сұраймын да. Сөйтіп айтады, семейный дейді ғой, мысалы, семьялық жақтан сондай жағдай болып жүрсінсе, онда әйеліңізбен бірге келің деп айтамын да. Ал ажырасқан болсам не қыламан дейді да. Ажырасқан болсаңыз бәрібір өмірлік жолдасыңыз. Сол ажырасу несінде тұрады да. Ажырасқанлар онша келмейді, именно ажырасайын деп жүргендер келеді да бұл жерде. Сөйтіп айтамын, давайте келіншегіңізбен келің деймін. Не үшін? Және бәрібір айтамын да, әйел адамның бұл жерде көп рөлі бар да. Енді көп әйелдер аз ашуланып қалуы мүмкін, маған өкпелеп қалуы мүмкін. Енді сөйтіп жаратылғанымыз да табиғатымыз. Азы бір нәрсені айтсам, еркеклер өкпелеп қалуы мүмкін. Негізінде әйел адамның қолында еркеклердің пульті бар да. Пульт әйелдің қолында болады да. Бірақ та сол пульттің дұрыс емес кнопкалары басылып жүрген болады да, қарасаңыз сол еркек ашуланып жүрген болады, жұмысы жүріспей жүрген болады, және басқа заттар болып жүруі мүмкін да. Бірақ әйел қолға алып тұр, жаңағы білімлерді алып тұрып, пультті өзінің қолына алып тұрып, дұрыс клавишаларды басқан уақытта оның өмірі басқаша болып басылайды да. Түсінесіз ба? Соның үшін егер де еркеклер жазылып тұрып, мен сондай семьялық жақтан мынандай болып жүрмін десе, ажырасқым келіп жүрді десе, онда келің әйеліңізбен біргелікте келесіз деймін. Өмірлік жолдасыңсыз келмей-ақ қойың деп айтамын. Себебі ол еркекпен мен жұмыс істесем, ол не қылады? Пікірлер өзгеріп, елі де рауажланып кетеді. Хам үйінде отырған әйел не қылады? Көз көрмей қалады. Өзінде етіп пікірлейтін рауажланған әйелге кетіп қалу ықтималы бар да. Соның үшін да еркеклерменен жұмыс істемейміз ол ситуацияда да. Тек қана әйел адаммен жұмыс істейміз уақытта. Себебі энергия беруші бәрібір әйел болады да. Ал егер де еркек стресске түсіп жүрген болса, мысалы үшін бір жағдайлар болады, денсаулығында болса,
оларменен жұмыс алып барамыз. Өзіне сенбеушілік деген затлар болады. Үйленбеген болуы мүмкін, мысалы жолы блокланған, мысалы үшін олар ойлайды, үйленсем ана менің жорамның келіншек тастап кетті, мен сөйтіп қаламан деген пікірлермен жасап жүргендер болса, сондаймен жұмыс істейміз. Бірақ рахмет. Ажапа, осы күнделік подкастының ықылас-пентлеріне және де айтқыңыз келген, күнделігіңіз бетінде айтылмай қалған нәрселер, мен сорамай қалған нәрселер бар ма? Мысалы, әрбір адам рауажлануды қалайды. Әрбір адам жақсы жасауды қалайды. Бірақ қалай рауажланып, қалай жақсы жасауды білмей отырған болады да. Һәм қазіргі уақытта түскілікке түскен, стресске түскен инсанлар келеді, мысалы жолын таба алмай жүрген адам, һәм уақытта 3 нәрсеге ие болу керек. Жеңіп шығу керек деп айтамын да. Мысалы, сол затқа амел етуіміз керек деп айтсаған болады. Біріншісі бұл шүкіршілік. Әр күні шүкіршілік. Ең кемінде азанда шай ішіп отырғаныңыздан баслану керек. Біздер басқа затларды көріп отырамыз ғой. Ана жаққа қараймыз, мына жаққа қараймыз, анау мынандай қылып жатырды, мен неге машина ала алмай жатпан, мен анау қыла алмай жатпан деп нервіміз қайнап отырады. Бірақ алдында отырып біргелікте шай ішіп отырған шаңырағын көрмейміз. Ең бірінші шаңырақтан баслап шүкіршілік етіп басласақ болады. Ол бір. Екіншісі еріншектілік. Ешкім сізді келіп орныңыздан тұрғызбайды. Ешкім сізге жәрдем бермейді. Менің жәрдем беруін күтіп отырсаңыз, сіздің өміріңіз өтіп кеткен болады. Әркімнің өзінің тағдыр жолы бар, өзінің қалеулері бар. Әркім өзінің жолында кетеді. Кім болуына қатты назар. Үшіншісі бұл мақсат қою. Мақсатсыз инсан азанда оянғысы келмейді. Істейтін заты болмайды. Сондықтан да осы 3 сатқа амел етпеген инсан әлбетте не болады? Стрессте жүрген болады, рауажланбаған болады. Әртүрлі жаман пікірлерде жүреді. Ең бастысы менде негатив пайда болады. Өзін не қылады? Басқалардан кем көреді. Кем көрген инсан не қылады? Өзін көрсетіп қою үшін, оған барлығын көрсету үшін өзін ақыллы етіп көрсетіп баслайды. Ол жәмиетке және ұнамай баслайды. Ол және де басқаша басқышқа өтіп баслайды да. Соның үшін бақытлы инсан дейді ғой. Қайсы инсан? Ішінде өзін бақытлы сезген инсан болады. Бақыт әмеміздің ішімізде, сыртымызда емес. Бақытты біреуден емес, өзіңізден іздеуіңіз керек болады. Әлбетте, шешім өзімізден. Ажырым еш нәрсеге шешім емес. Шешім бола алмайды. Рахмет Ажапа, келгеніңіз үшін, яқтеместен мейманымыз болғаныңыз үшін. Әлбетте, хаял күнделігі әрдайым қуаныш һәм шатлықларға толы болсын. Жәмиетіміздегі ажырасуларға шек қойылсын, тоқтатылсын, һәм өз-өзінен шумақ шығарсын. Әлбетте, сол бір қате кемшіліктерді һәм өзінен ізлеп, соны туырлауға харекет етсе, меніңше жәмиетіміз көззал һәм бұндай ажырмаларға шек қойған болар едік. Өзіңіздің ең ажайып тілеклеріңіз? Ең ажайып тілеклерімнің бірі, мен әрбір инсанға тілеймін, әр күн айтатын сөзім, әмеңізге ұзақ өмір. Ең бастысы сау саламатлық, бақыт, аумет, мол несібе тілеймін. Әрбір хайліміз рауажлансын еліміздің. Еліміз қай уақытта рауажланады? Біздердің аналарымыз рауажланған уақытта. Себебі сол аналарымыз біздердің келешектегі перзентлерімізді тәрбиелаушы аналар болады да. Соның үшін әрбір хайліміз қуанып жүрсе, құяш рөліне кіріп алса, мен ойлаймын, біздердің еркек адамларымыз, ер азаматларымыз еледе күшке толып, еледе өзлерінің кереклі екенін сезініп, сол бар күшіменен еледе рауажланып, сол өмірлік жолдасларын, бағана сіз айтқандай, гүліне су құятын дәрежеде болады. Соның үшін шаңырақ шаңырақтағы, ұлым айтқанда бақыт шаңырақтан басыланады негізінде. Бақыт өзімізден. Әмеңізге бақыт тілеймін. Әлбетте. Рахмет. Бұл күнде лайк подкасты YouTube каналымызға ағза болың, әр күні лайк басың.